жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. 33 жастағы Нұрахмет Нұриев Қазақмыс корпорациясы ЖШС басқарма төрағасы болды. Ол компанияны 2016 жылдан бері үздіксіз басқарып келе жатқан Эдвард Огейдің орнына келді. Нұриев Ұлыбританияда білім алған. 2011 жылда Хэмбл Гроупта қаржылық талдаушы болып жұмыс атқарды. Кейін Павлодар және Атырауда мұнайды өңдеу заводының құрылымдық бөлімшелерінде жұмыс істеді. 2015-2019 жылдары Маукубен Бест ЖШС мен Шұбаркөл премиум ақ көмір өңдеу өнеркәсібінде қаржы директоры, бас директорының корпоратив дамуы жөніндегі орынбасары болды. Интергаз Орталық Азия Ақгаз УМГ филиалы директоры орынбасары, Қазтрансгаз Ақ Трифлер және инвестициялық саясат департаменті директорының орынбасары қызметінде атқарған. Қазақмыс корпорациясы ЖШС ауыстыруының жөніндегі директоры болды. 2021 жылдың маусым айында Қазақмыс Симпл-Тың ЖШС бас директоры болып тағайындалды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.